Bismillah деп біз 8-ші қабатқа шығып келдік. Елді хаус құрған домдың 8-ші қабаты бір бөлмелі пәтер. Бұл жағы жатқана, бұл жағы негізгі бөлме, ашыққана жуынықтар аншы бөлме. Ремонт жақшы. Тек паспорт бір айдың тегерегінде беріледі екен. Абойлар бары болып тұр, бір бөлмеден тұрады. 8-ші қабат деп айттым, терезелер пластик, газ, свет, су, отопление бүт бардығы беріледі. Квадрат метр 40 квадрат метр, ақшасы $53.000 түші беру жолы бар. Бұл жағы ашқана. Күнгөй бет. Газ қойылған. Мебелді қоясыз, су, свет, отоплениені тұташтырасыз. 40 квадрат метр $53.000 түші беру жолы бар. Елді хаус құрған дом. Бұл жағы болса жуынып тұрған бөлме, айлана тегерегі кафелінген, арестон қойылған, ыс суымыздақ су бар. Алған адам ұтылбайды. Бұл жағы болса жатқана. Негізі жатқана менен жуын тұрған бөлме, екі башқа. Бөлішіп қойсаңыздар болады, аламын деген ағайын достарға. Сізге бұйырсын, сізге нәсіп болсын, бір бөлме. Тек паспорт. Лифт қойылған, кафелдер басылған. Подъездер одан соның таза тыққан екен. Көрермен, азырқы жер үйдің дәрегіне тоқтала тұрған болсақ, біз азыр Акзаводтың кіреберіс жерінде тұрабыз. Бұл жер Западный деп айттым. Западныйдан жаңы базарды көздеп жүргенде орталықта Теңізбай чайханадан солға кіріп келесіз. Кіріп келгенде екі қабатта тұрған магазин тұрады. Ушынан солға кіресіз қайра. 200 метр кіресіз. Каналдан өтіп тұрып оң тарапта болып қалады. Бұл жағы қызыл байрақ кетеді. Мечіт, мектеп, балабақша, маршрут қатам, такси қатам абдан ыңғайлы. Су, свет, бүт бардығы жақсы. Бөлішіп қойсаңыздар болады. Алған адам ұтылбайды. 127 маршрут әр 5 минут сайын